Осман 120 серияның бөлімдері. Беңге-бегімнің қонысы. Алтишек анасына: өз сөзіңді айтып болсаң, мен де өз ойымды айтайын. Ана, мен әкемді жоқтап үлгермедім, қалай тұрмысқа шықпақпын дейді. Мен тойлайық деп тұрған жоқпын, Алтишек. Бұл неке орындалуы керек. Әкеңнің орны бос тұр. Орнын басатын адам болмаса, қонысымыздан талайлар көз тігіп жүр, дейді Беңге-бегім. Сондықтан да ертерек некелеріңді қидырып, таққа Ақтемірді отырғызамын, дейді Беңге-бегім. Енешехір, Беңге-бегім Ақтемірге тағын бермекші. Сен не деп тұрсың, бала бегім? Кім айтып жүр? Кім айтса да Беңге некені неге асықтырып жүр дейсің, Айша? Беңге-бегім алдын ала ойластырып жүр екен ғой. Өктембектің қырқы өткеннен кейін бектері талап ететінін біліп, Ақтемірді таққа алдын ала отырғызбақшы екен ғой. Жоқ, Ақтемір оған көнбейді, дейді Малхұн. Найманның нөкері Көкталайдың тұзағынан аман-есен құтылған Осман енді Енешехирге күзетті одан да күшейтіңдер. Найман енді бізді өлді деп те ойлап отырған шығар. Ендігі шабуылын Инегүлге де жасауы мүмкін. Я, Османбек, уайымдама, Инегүлге жақсы күзет қоямыз, дейді Тұрғытбек. Енді не істейміз? Біз енді сөгітке барамыз. Енешехирде мата сататын сөрелердің бірінде бір әйел мата саудаласып жатады. Осы аралықта Жерқұтай мен Құмыралы Абдал да мата алуға келіп қалады. Жерқұтай өкпелетіп алған үлкен бегеге мата алып бермекші болған еді, дәл сол матаны әлгі әйел екеуі таласып қалады. Жерқұтай ақшасын төлеп матаны алып кетеді. Құмыралы Абдал әлгі әйелді көңілін басу үшін ол есінен ауысқан дей салады. Артынан келсе үлкен бекенің анасы болып шығады. Жерқұтай жерге кіретін тесік таппай ұялғанынан не істерін білмей қалады. Алтишек анасы айтқандай Ақтемірді Өктембек әкесінің тағына отыруды өтінеді. Османбек бұған не дер екен? Мен сол бектің тағына лайық болар ма екенмін, дейді Ақтемір. Анам екеуміз қонысымызда қорған бектің таққа бек болуын қаламаймыз. Сені қалап отырмыз, сондықтан бізді жалғыз қалдырма, Ақтемір, дейді Алтишек. Найман нөкерлеріне қаһарын төгіп, Османның тағы да құтылып кеткеніне ашуланып, ол қалай тұзақтан құтылып кетті? Көкталай қайда, деп нөкерлеріне қаһарын төгеді. Осман Көкталайдың басын алды, дейді нөкері. Ах, Осман, олай болатын болса, мен сенің ұлың Орханды өзімнің шатырыма өз аяғымен келдіретін боламын, дейді. Сөгітке Осман батырларымен келіп, Уәлиді сұлтанның алдына баса көктеп кіріп келеді. Сен бе мені Найманға сатып кеткен, дейді Осман. Не деп тұрсың? Байындыр итің қашаннан бері қожайынсыз іс қылатын болған. Найман Байындырға шекарадан шекараға өтетін рұқсатнама берген. Сондықтан да ол Найманға қызмет етіп жүр. Мен Байындырды өлтіремін, дейді Уәлиді сұлтан. Рұқсатнама деймісің? Жоқ, Байындыр әлі тірі жүре тұрсын. Біз оның рұқсатнамасында өзінде пайдаға асыратын боламыз. Әзірше менен хабар күт, дейді Осман. Осы кезде Байындыр өзінің товарларымен байлығына масаттанып тұрады. Бұл товарларды алысқа жөнелтемін. Құсейін, мен өте бай боламын. Найман енді менен асқанын таба алмайды. Менде Найман берген Шыңғысханның рұқсатнамасы бар. Енді билік Уәлиді сұлтанда да, Османда да болмайды. Барлығы менің аяғымда құрдай жорғалайтын болады. Енді мен ешкімді аямаймын, дейді. Барып Найманға жолығып келейін. Орхан еш жерде көрінбейді. Қайда болуы мүмкін деп барлық жерді іздеп жүреді. Мен оны бір дәруішпен көрдім. Қайтайық дедім. Жоқ, ол бір ісім бар, деді. Мен қасынан кетпеуім керек еді, дейді Алайедин. Малхұн анасы қатты уайымдайды. Қолының қатты ауырғаны мазалап жүрген шығар. Мүмкін өз алдына жаттығуға кеткен шығар, дейді бала. Ал осы кезде Орхан Найманның штабына келген еді. Орхан келді, деп нөкер хабарлайды. Ал Найман Орханды өзінің алдына келетініне сенімді еді. Қош келдің, Османның баласы Орхан. Мен сенің уәдеңде тұра алатыныңа сеніп келдім. Менің қолымның еміне шипа тауып берем дедің. Найманның шаманы әлде бір нәрселерді оқып, Орханның қолына шипа болатын ем жасай бастайды. Орханның қолын әлде бір нәрселермен байлап, жасаған шипасын Орханға ескетеді. Сен жазылып кетесің, Османның баласы, дейді Найман.
Сенің жасаған емің пайдаға асса, ортамыздағы достығымыздың нышаны болады дейді. Уайымдама, Османның баласы, Орхан, болады, дейді Найман. Орхан бірдеңелерді сөйлеп жатып, есінен танып құлап түседі. Осман Қоңырға хат беріп, Тұрғытқа апарып беріңдер. Байындыр Найманға қызмет етіп жүр. Байындырдың әр бір басқан қадамын аңдып, маған хабарын беріп отырыңдар дейді. Жағдай қиын ба бек, дейді Қоңыр. Байындыр сатқын болып шықты, бірақ оның кейбір іс-әрекеті біздің пайдамызға асуы мүмкін. Сол үшін де ол бізге әзірге керек. Әрқайсың өз тапсырмаларыңды орындаңдар, дейді Осман. Осы кезде Найманның шатырына Байындыр келеді. Байындырмен бірге Севиле де келген болатын. Байындыр Орханды көріп, Орхан бұл жерде не істеп жүр? Орханға бір нәрсе істеуге асықпа, Найман. Осман әлі өлген жоқ, дейді. Сен уайымдама, Байындыр. Османның маған құрып жүрген ойынын айтып беріп, сен менің сеніміме кірдің. Сенің маған адалдығың сенің өміріңді сақтайды. Сол үшін де сен сыйлыққа лайықсың, дейді Найман. Сіз онсыз да маған қымбат сыйлықты бердіңіз. Найман өзінің қолындағы алтынды таңба түпнұсқа екенін айтып, Байындырдың қолындағы таңба жасанды екенін айтып, егер де барған жеріңде көрсететін болсаң, бірінші нөкер-ақ сенің басыңды алар еді деп айтады. Байындырға түпнұсқа таңбаны береді. Осы таңба арқылы сен Дамаскіге барасың, сенімен бірге жол серік қосып жіберемін. Сен маған мөрді алып кеп бересің. Ол мөр арқылы бүкіл моңғол қолбасшылары менің қол астымда болады. Мені солай қуантасың, және сен өте бай боласың, дейді Найман. Ал Осман ше, ол менің соңыма түсуі әбден мүмкін, дейді Байындыр. Ақжанның жеріне өтсең, солардың нөкерлеріне қосыласың, сол кезде сені ешкім базаламайды, дейді. Ал бұның бәрін жерде жатқан Орхан еміс-еміс естіп жатқан еді. Енешекерге батырлармен Осман келеді. Алдынан бегімдері шығып, Орханның еш жерде жоқ екенін, іздемеген жеріміз жоқ деп айтып, Алайдин ғана көріпті. Орхан бір дәруішпен кездесіп сөйлескенін айтады. Еш жерде жоқ деймісіңдер, уайымдамаңдар. Орхан тапсырмамен жүр. Мен оны өзімде жақында білдім. Біз орманда жүрген кезде бір атты келе жатты. Қарасақ, Орхан екен. Осман Орханның келе жатқанын көріп, жолығып, не болғанын сұрайды. Әке бетіне бетперде жауып алған Найман Енешехирге келіп менімен кездесіп сөйлесті. Қолымның бұдан да жақсы болып жазылып кетуін айтып, оған ем бар екенін айтып, штабына шақырды, дейді. Мен сенің сеніміңді ақтағым келеді. Қолымның жазылғанын қалаймын. Менің қолымның шарасыздығы мемлекет құруға да әлі келер деп ойламаймын. Бұндай халмен саған тек мәселе тудыратын боламын, дейді Орхан. Әкесі Орханды жұбатып, бәрі жақсы болады. Осыны пайдалана отырып, бұл сенің орындайтын тапсырмаң болады. Ал сен өте сақ бол, бәрін білуге тырысуың керек. Сенің тапсырмаңның сәтті орындалуына Алла жар болсын, деп Орханды Найманға жібереді. Және осы болтқан жайттың бәрін бегімдеріне айтып береді Осман. Найман менің балама бірдеңе істеп қойсашы, Осман. Оны көре жатармыз, уайымдамаңдар, деп кетіп қалады. Орхан қолындағысын шешіп, және қолының жақсы болып қалғанын байқап, жан-жағына көз тігеді. Арбаға тиелген заттардың қасына келіп, ішіндегісін босатып, өзі отырып бетін жауып, қашуға әрекет жасайды. Құрметті оқырмандар, Осман телесериалының қызықты сәттеріне пікірлеріңізді қалдырып, комментарийға жаза кетіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, алдағы қызықты оқиғаларға бірге куә болайық.